Сәлем достар, бүгін сіздермен восточный пирогтың оригинал рецептімен бөлісемін. Ол үшін қамырын дайындаймыз. Ұнға шым-шым тұз саламыз, қопсытқыш салып араластырамыз. Және бөлме температурасында сары майды салып, осылай араластырып аламыз. Енді арасын ашып, қантымызды саламыз, үстіне қаймақты саламыз. Суды құйып, жұмыртқаның екі сарысын салып, жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды салафанға салып, холодильникке 25-30 минутқа қойып қоямыз. Енді арасына салатын салмасын дайындаймыз. Грек жаңғағын майдалап, үстіне мейіз саламыз. Оның үстіне сары өрікті майдалап саламыз. Енді 3 ас қасық бал салдым. Сіздер сгущенка қоссаңыздар да болады. Салмамыз дайын. Қамырымызды алып, екіге бөлеміз. Бір жағын үлкенірек, бір жағын кішірек етіп аламыз. Қамырымыздың үлкендеу бөлігін ұн сеуіп, жайып аламыз. Достар, менің видеом ұнап жатса, менің каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне жайылған қамырымызды формамызға, мендегі 26 диаметр, осыған өлшеп алып, кесіп аламыз. Шетінен қалған қамырларды бортик жасайтын боламыз. Пергамент қағазын төсеп, үстіне жайылған қамырымызды төсейміз. Шетінен қалған қамырларды шетіне бортик жасап шығамыз. Ішіне салмасы сиятындай етіп жасаңыздар бортик. Міне осылай жасап алдым. Енді начинкасын саламыз. Начинкасын жақсылап шет-шетіне жеткізіп салып болғаннан кейін меренга дайындаймыз. Меренганы дайындау үшін жұмыртқаның ағуызына шым-шым тұз салып, миксердің ең төмен жылдамдығында араластырамыз. Үстінен қантымызды аз-аздан салып миксерлейміз. Қантымыздың барлығын салып болған соң, ең жоғары жылдамдықта миксерлеп, осындай меренга пайда болады. Өзінің формасын жақсы ұстайды. Енді осы меренгамызды жаңағы пирогымыздың үстіне саламыз. Меренганы салып болғаннан кейін шет-шетіне жақсылап жағамыз. Енді осы қамырдың екінші кішкентай бөлігін жұқалап жаямыз. Міне жайып болдым. Енді осыны пирогымыздың бетіне төсеп, шет-шетін бекітетін боламыз. Міне дайын болды. Енді жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. Осы уақытта біздің пешіміз 180 градуста қызып тұруы қажет. Бетіне күнжіт себеміз. Және қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Біздің пісіп шыққан пирогымыз толықтай суы керек. Толықтай суып болған соң дастарханға ұсынсаңыз болады. Өте дәмді, керемет пирог болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, достарыңызбен де бөлісіңіз.